Алматыда турфирма қызметкерінің басына қайшы тығып алған әйел ұсталды. 45 жастағы келіншек шетелге виза ала алмағасын агенттікті кінәлап кеңсесін төңкеріп кеткен. Бұл видео жанжал болған күні түсірілген. Келіншек ақш пен Германияға кетпекші болып турфирмаға жүгінеді. Компаниядағылар құжаттарын дайындап шапқылағанымен екі елдің елшілігі де виза беруден бас тартыпты. Зардап шеккен қызметкердің айтуынша келіншек бұған туристік фирманы кінәлап қалтасынан шыққан $500 000 талап етеді. Жанжал барысында клиент оған кеңсе тауарларын лақтырған. Заттармен бірге ұшқан қайшы қызметкердің басына қадалып қалыпты. Бұл деректі Алмалы аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімі тергеп жатыр. Сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 389 бабы 3 бөлігі бойынша тіркелді. Күдікті 1978 жылы туған И есімді азаматша уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жәбірленушінің алған жарақатының ауырлығын анықтау мақсатында сот медициналық сараптама тағайындалды. Қылмыстық іс бойынша жүргізілген тергеу шаралары кешенінің қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады.